Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Балауса және әріптесім Анелия. Бүгін біз өте маңызды, өте таңыз және өте жиі естілетін тақырыптардың бірін талқыламақшымыз. Ол әрине қандай тақырып деген ойда шығарсыздар. Бұл жастық психологиясы. Яғни жастардың психологиясы және заманауи өмірдің оған әсері. Бұл тек теория ғана емес. Бұл қазіргі жастардың басына өтіп жатқан құбылыс десек те болады. Иә, бүгінгі аудиоподкастта біз жас адамның неге көп күмәнданатынын, неге тез шаршайтынын, неге тез мотивация жоғалатынын және неге барлығын үлгеру керек деген сезімнен қашып құтыла алмайтынын туралы талқылаймыз. Ал ендеше аудиоподкастты жалғастырайық. Алдымен мына сұрақтарға бірге ойланып көрсек. Неге қазіргі жастардың бұрынғыдан тез күйзеліске түседі? Неге таңдау көп болған сайын адасу көбейеді? Неге әлеуметтік желі бізді өзгертті? Ал ең бастысы, қазіргі заман жас адамның психикасына қалай әсер етеді? Осы сұрақтар бүгінгі біздің аудиоподкасттың ең маңызды өзектері болады. Жастық шақ тақырыбына тоқтала кетейік. Жастық шақ неліктен күрделенді? Жастық шақ әрқашан қиын кезең болған адам өміріндегі. Бірақ бүгінгі жастардың психологиясы бұрынғымен салыстырғанда әлде қайда күрделі. Себебі қазіргі жастардың дәуірі ол ақпараттық дәуір. Дұрыс айтасың. Қазір бір күнде бұрынғы адам бір айда көрмейтін ақпарат аламыз. Бұл миға өте үлкен жүктеме, шабуыл десек те болады. Оның үстіне жасөспірім 20 жастағы адамның психикасы әлі қалыптасу үстінде. Бұл оның негізі, яғни себепкері десек те болады. Сол себепті қазіргі жастарды мен дұрыс жолдамын ба, мен жетістікке жете аламын ба, менің бағытым қандай деген сұрақтар оларында пайда болып мазасыздандырады. Ары қарай заманауи өмірдің ырғағына, жылдамдықтың психологияға әсеріне келетін болсақ, бүгінгі өмірдің басты мінезі ол жылдамдық. Барлығы тез өзгеріп жатыр, әсіресе мамандықтар және де трендтер, талаптар. Бұл жылдамдықтар психологияға үш түрлі әсер береді. Яғни трендтерден қалмау үшін үнемі асығыстық сезімі, өзін басқалармен салыстыру, қалыпты эмоцияларды басу деген секілді осындай түрлі әсерлер адамның психологиясына әсер етуде. Мысалы, бір нәрсені үлгермей қалса қысылып қаламыз. Біреу бір жетістікке жетсе, өзімізді төмен сезінеміз. Осыған орай психология біздің ойымызды әлсіретеді, яғни шаршатады, тіпті өз-өзіңді сенімсіз жағдайға түсіріп те жатады. Енді осы орайда әлеуметтік желінің рөліне келсек, ол бізде жас адамның санасын қалай өзгертті? Әлеуметтік желі қазіргі замандағы ең үлкен психологиялық фактор. Біздің ойымызға, сезімімізге, шешімімізге әсер ету күші өте жоғары болып тұр. Мәселен, интернетте барлығы идеал сияқты. Фигурада, өмірде, жұмыста, тіпті қарым-қатынас идеал болып көрінеді. Бірақ бұл шындық бұлай емес. Және дәл осы айырмашылық жас адамның психикасына өте қатты қысым қосады. Осы орайда пайда болатын сұрақ. Сізде әлеуметтік желіні қарап отырып, еш себепсіз өзіңізге ренжіген немесе көңіліңіз түскен кез болды ма? Әрине бұндай нәрсе болып жатады, және бұл тек сізде ғана емес, әлемде миллиондаған жастардың ішінде болып жататын сезім десек те болады. Енді осы мәселелердің жолдарын бірге қарастырып сіздерге ұсынсақ. Ең алдымен айта кетейік, ол ақпараттық демалыс. Ол дегеніміз күніне 20 минут телефонды өшіру, демалу, телефонсыз. Әрине бұл ең қарапайым жолы, бірақ өте тиімді тәсіл. Екіншісі, бұл өзіңнің ішкі даусымен диалог. Мен не сезіп тұрмын деген сұрақты өзіне қою арқылы өзін танудың бастамасын біз сіздерге ұсынамыз. Келесі жолы өз темпіңмен даму, біреудің жолымен жүрмеу, өз бақытыңды табу. Әрине, осылардың себептерінен адам өз эмоциясын қабылдай білу, қуануды да, ренжуді де, шаршауды да қалыпты норма ретінде қабылдай білу, бұл психологиялық көмекке жүгінуден қорықпаудың нәтижесі болып келеді. Және де психологиялық көмекке жүгінуден көбісі қорқады, бірақ біз оны қорықпауға, тақанса сол нәрсені өзіне қабылдауға, бұл нәрсені қорқыныштық емес, бұл нәрсені норма ретінде қабылдауға кеңес береміз. Бұл әлсіздік емес, бұл өзіне деген жауапкершілікті айта аламыз. Ал ендеше, жастық психологиясы бұл адамның ең нәзік кезеңдердің бірі. Ал заманауи өмір бұл кезеңді күрделендіргенімен бізді күшті қылады.
Иә, ең маңыздысы өзіңізді жоғалтпау. Бұл ең бастысы, және де бұны өміріңіздің басты мақсатына айналдырыңыз. Өмір жылдам болса да, ішкі тыныштық баяу жүреді. Осы орайда біздің аудиоподкастымыз тақырыбы аяқталып отыр. Жалпы тыңдағандарыңызға, құлақ салғаныңызға көп рахмет.